Әр нәрсені жей беретіндер, әр нәрсені сөйлей береді. Әр нәрсені сөйлей беретін, әр нәрсені жасай береді. Әр нәрсені жасай беретін жаһаннамға кетеді. Өліміңнен кейін адамдардың сені қаншалықты тез ұмытатынын білгеніңде ғой, нақты түрде өміріңді Аллахтан басқаны разы ету үшін сүрмейтін едің. Адамдар көркем мінезге алтын мен күмістен де көбірек мұқтаж. Дүниеде ең құзырсыз, ең бақытсыз кісілер көре алмаушылық пен іштей кек сақтайтын кісілер. Алладан басқа әр нәрсе өткінші, босқа жүрегіңді шаршатпа. Сөйлеңдер, ол әр нәрсені естиді, және үндемеңдер, ол әр нәрсені біледі. Ең бақытсыз адам адамдардың назарына ілініп, Алланың назарына ілінбеген кісі. Я Алла, досымның да, дұшпанымның да мен үшін не қалағаны бар болса, соны менен бұрын оған нәсіп ет. Аллах перғауынға дүниенің мал-мүлкін берді, бірақ дерт бермеді, өйткені дерт дүниенің мал-мүлкінен бағалы. Өзінің қандай екенінен де жоғары қылып көрсетуге тырысқан кісіні Аллах өзіне сай деңгейге түсіріп қояды. Я Алла, бізге азық ретінде зікіріңді, байлық ретінде жақындығыңды нәсіп ет. Ақыретті талап етушінің ақыретпен бірге дүниеге де қол жеткізгенін көрдік, бірақ дүниені талап ете тұра, дүниемен бірге ақыретке қол жеткізгенді көрмедік. Хазіреті Али қалай ғана жақсы айтқан, адамдарды көп таныған жалғызсызданады. Надан адамның қасында кітап сияқты үнсіз бол. Жақсы қараған жақсы ойлайды, жақсы ойлаушы өмірінен ләззат алады. Көңіл жаралаудан сақтанған жөн, өйткені жоқ әлемде оның емі. Қолыңнан келсе көңіл жықпа, жығылған көңілдің ақы жығар әлемді. Пұттардың байлық, шахват сияқты көп түрлері бар. Ең қауіптісі үлкен бәле болып табылатын тәкаппарлық. Намаз иманды жүрекке аман-есен орналастыру үшін парыз етілген. Достардың ең қайырлысы Алланы еске түсіруші дос. Мен ең үлкен байлыққа харам мен халалды үйрететін білімді үйренгенімнің арқасында жеттім. Әр жүрек өз ішіндегі гүлдің иісін береді. Я Раббым, дерт берсең сабыр ете алатын, дауасын бергенде шүкір ете алатын иман нәсіп ет. Ақыл муминнің досы, білім уәзірі, сабыр әскерлерінің сардары, және амал болса қару. Жасап жатқандарың Аллах үшін емес болса, босқа шаршамай-ақ қой. Мәулана қалай ғана көркем айтқан, бізді білетіндер біледі, білмейтіндер өзі сияқты деп біледі. Адамға ынсабың жоқ болса, Алланың рахметіне қарай қай бетіңмен жүрмексің? Егер беруді қаламаса еді, қалауды бермес еді.